Қайырлы күн. Бүгін бізде педагогикадан тест сұрақтарын аудиозапис жасаймыз. Яғни бұл уақытты үнемдеу үшін өте тиімді. Сол себепті осы записті жазуды жөн көрдім. Бұл аттестацияға дайындалатын мұғалімдерге көмек ретінде. Бірінші, педагогика қандай негізгі мәселелерді қарастырады? Жауабы: оқу тәрбие процесінің теориялық негіздерін. Екінші сұрақ: педагогиканың негізгі категориялары. Жауабы: тәрбие, білім беру және оқыту екен. Үшінші сұрақ: педагогиканың негізгі міндеттеріне жатпайды. Жауабы: оқушыларды кәсіби мамандыққа баулу. Төртінші сұрақ: педагогика ғылымдарының дамуына жетекші ғылымдар. Жауабы: философия, психология және физиология. Бесінші сұрақ: педагогика ғылымының салалары. Жауабы: тифло, сурдо, олигофрено педагогика. Жетінші сұрақ: педагогика ғылымының негізгі зерттеу әдістері. Жауабы: бақылау, эксперимент және анкета сұрақтары. Сегізінші сұрақ: педагогиканың негізгі категориясы. Жауабы: тәрбие. Тоғызыншы сұрақ: педагогикада қолданылатын негізгі категория. Жауабы: жеке тұлға. Оныншы сұрақ: педагогика мынандай негізгі ғылыммен тығыз байланысты. Жауабы: психологиямен. 11-ші сұрақ: педагогика тығыз байланысты. Жауабы: психологиямен. 12-ші сұрақ: тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар. Жауабы: отбасы, мектеп, микросреда. 13-ші сұрақ: ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам мұраты. Жауабы: дүниетаным компоненттері. 14-ші сұрақ: теориялық ойлаумен тәжірибелік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы. Жауабы: танымдық. 15-ші сұрақ: педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды? Жауабы: философиялықта. 16-ші сұрақ: индивид. Жауабы: адам. 17. Жеке тұлға. Жауабы: қоғамдық мәндегі адам. 18. Педагогика жатады. Жауабы: әлеуметтік гуманитарлыққа. 19-ші сұрақ: Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі. Жауабы: білім беру заңына. 20. Ұлы дидактиканы жазған кім? Жауабы: Каменский. 21-ші сұрақ: жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар. Жауабы: сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы және ересектер педагогикасы. 22-ші сұрақ: қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі. Жауабы: ғылыми теориялық, практикалық, болжам жасаушылық. 23. Педагогика ғылымы байланысты психологиямен. 24. Мемлекеттің білім беру жүйесіне жатқызылады. Жауабы: білім беру ұйымдарының жиынтығы. Оларға жатады орта білім беру мекемелері, жоғарғы оқу орындар және колледждер. 25. Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі. Жауабы: әлеуметтену. 26. Жеке тұлғаның дамуында негізгі қорғаушы күшіне жататындар. Жауабы: қарама қайшылық. 27. Жеке тұлғаны қалыптастыру. Жауабы: барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және тағы сол сияқты ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы. 28-ші сұрақ: тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар. Жауабы: орта, тәрбие және тұқым қуалаушылық. 29-ші сұрақ: қарым қатынас ол айнала қоршаған дүниемен
адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы. 30-шы сұрақ. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы. Жауабы іс-әрекет екен. 31-ші сұрақ. Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтады. Жауабы адамның өмір мен еңбекке дайындалуының объективтік қажеттілігі. 32-ші сұрақ. Балалардың өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы. Жауабы өзін өзі басқару деп аталады. 33-ші сұрақ. Педагогика терминінің шыққан жері. Жауабы ертедегі Греция. 34-ші сұрақ. Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты? Жауабы 17-ші ғасырда. 35-ші сұрақ. Мұғалім білуі тиіс емес. Жауабы Қазақстан Республикасының қылмыс кодексін. 36-ші сұрақ. Педагогикалық білімге жатады. Жауабы педагогикалық категория, ұғым, заңдылық, әдіс тәсілдерімен оқу тәрбиені ұйымдастыру. 37-ші сұрақ. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті сапасының шешушісі көрсеткіші не болып табылады? Жауабы оқушының тұлға ретінде дамыту деңгейі. 38-ші сұрақ. Мұғалімнің профессия граммасына жатпайды. Жауабы болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайына қысқаша сипаттама. 39-ші сұрақ. Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар. Жауабы мазмұнды. 40-ші сұрақ. Педагогикалық біліктілік. Жауабы педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибенің барлығы. 41-ші сұрақ. Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жатады. Жауабы оқытудың авторлық моделін жасау. 42-ші сұрақ. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі. Жауабы либералдық, демократиялық. 43-ші сұрақ. Педагогика деген ол адамды тәрбиелеу туралы ғылым. 44-ші сұрақ. Педагогика ғылымдары жүйесі. Жауабы жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы педагогика, педагогика тарихы болады екен. 45-ші сұрақ. Педагогика пәніне не кірмейді? Жауабы мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті. 46-шы сұрақ. Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді? Жауабы психология. 47-ші сұрақ. Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі? Жауабы адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар. 48-ші сұрақ. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі факторлар? Жауабы тұқым қуалаушылық. 49. Даму деген ол уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. 50-ші сұрақ. Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты үш бағытта жүреді? Жауабы биологиялық, психологиялық, әлеуметтік. 51-ші сұрақ. Адамға тұқым қуалау арқылы беріледі? Жауабы анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктері. 52-ші сұрақ. Жеке тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес? Жауабы табиғат жағдайына. 33-ші сұрақ. Жоғарғы сынып оқушылары, кешіріңіздер, 53-ші сұрақ. Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі? Жауабы оқу танымдық. 54-ші сұрақ. Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер? Жауабы оқытушының пікірі. 55-ші сұрақ. Қиын балалардың пайда болуына себепші факторлар? Жауабы қоғамдағы экономикалық жағдай, ұжым және жанұя. 56-шы сұрақ. Акселерация дегеніміз ол жас өспірімдер мен
кіші жастағы оқушылардың жедел дамуы екен. 57-ші сұрақ. Сендіру әдісінің мәні. Жауабы: өмірге тиянақты көзқарасын, ұстанымын қалыптастыру. 58-ші сұрақ. Педагогикалық зерттеудің қорытындысы негізделеді. Жауабы: педагогикалық экспериментпен. 59-ші сұрақ. Оқушыларды тәрбиелеу әдістеріне жатады. Жауабы: оқушылармен әңгімелесу. 60-шы сұрақ. Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар. Жауабы: экскурсия кезінде биологияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез құлқын бақылайды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. 61-ші сұрақтан бастап келесі аудио жазбамда жалғастыратын боламын.